Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым, қалайсыздар? Менің бүгін көңіл күйім өте жақсы. Өйткені 2 айдан, мүмкін 3 айдан кейін мен маникюрға бара жатырмын. Менің қызымның салонына. Өйткені мен киноға түстім. Менің рөл бойынша менің героиням лаксыз, макияжсыз болу керек еді. Сондықтан қазір өте маңызды информация. Мен маникюрға бара жатырмын. Содан кейін жұмысқа барам. Өйткені жұмысым көп, встречаларым көп, кино жалғасып жатыр. Біздің сториста қазақша сөйлесем, содан кейін менің статистикам өседі, соны байқадым. Содан кейін маған неше түрлі қазақтар жазады. Баян, сіздің қазақ тіліңіз қандай әдемі, қандай тәтті сөйлейсіз. Басқалары жазады: Баян, қазақша сөйлемей қойшы, позорыңды шығармашы. Біреулер жазады: вау, мен таң қалып жатырмын. Сіз қазақша сөйлейді екенсіз, түсінеді екенсіз. Сол сұраққа мен таң қаламын. Мен әке шешем қазақ. Қазақстанда туылған. Я маған көбінесе мен орысша сөйлеймін, маған ол маңызды. Бірақ неге қазақтар қазақша сөйлегенді, қазақты таң қалады? Соны мен өзім таң қаламын. Но больше всего мен таң қалып жатырмын нашим батырам, вот с бородами, которые сейчас объединились против меня, против хрупкой женщины, и борются со мной неистово, отменить меня, отменить зачем-то Макси Чай. Причем здесь вообще Макси Чай? Макси Чай кормит плюсом 3000 сотрудников завода, который выпускает его, вот, который кормит свои семьи, и большинство из них мусульмане. Поэтому, отменяя Макси Чай, дорогой мам, подумайте о 3000 семьях, которых этот же Макси Чай кормит, на которые и были куплены на продаже 100 квартир для нуждающихся, на которые в данный момент я спасаю женщин в кризисном центре, которых убивают каждый день. Ал мен маникюр жасап тастадым. Қазір мен қызыма реклама жасайын деп жатырмын. Өйткені Айсәуленің салондары өте жоғары деңгейде. Бәрі мастерлер өте жақсы. Маникюр да жасай алады, педикюр да жасай алады. Мен өте ризамын. Қызым Айсәуле, саған 1001 рахмет. Тағы да мен не айтайын деп едім. 3 жыл бұрын мен қазақ тілінде сабақ алдым. 3 ай. Сол 3 айдың ішінде мен Абайдың жолын қазақ тілінде оқып бітіріп тастадым. Содан кейін менің ойым қандай болған? Қазақ тілі ең бай тіл. Ең бай. Сол 3 айдан кейін менің мұғалімім маған айтқан: Баян, мен не үшін ақша алып жатырмын? Сізге мұғалім керек емес. Сіз өте жақсы түсінесіз, өте жақсы сөйлейсіз. Менің рекомендациям тек қана сөйлей беріңіз. Осындай менде өмірімде история болған. Ал мен жұмысыма келдім.